Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жүніс Айжан, мен 8-ші Б сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерді Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» атты шығармасымен таныстыратын боламын. Тахауи Ахтанов ол жоғары дәрежедегі марапаттарға ие қазақтың ұлы жазушысы әрі драматургы. Бұл әңгіме күйші Естемес пен жас жігіт Оразымбеттің арасындағы әңгімесі мен бастан кешкен оқиғасы туралы. Естеместің жас қызға ғашық болып, оған соңына дейін тырысып өзіне алғысы келгені, бірақ қыздың ондай ойы болмағанын біліп, көңілі түскені туралы болатын. Жалпы көркемдік құндылығы ол қазақ халқымыздың кеңінен белгілі өнері күй. Күйдің құдіреті мен оның әуені, бөрік және ұлттық босағасы. Яғни өз шығармасында қазақтың рухани байлығын жетілдіру мақсатын көздегенін байқаймыз. Көне дәуірлерден ауыздан ауызға, қолдан қолға асыл мұра ретінде бүгінгі күнге жеткен күйлер біздің әлі күнге дейінгі ата-бабаларымызбен тығыз байланысын белгілейді. Жалпы мен осы шығарманы сізге оқуға ұсынамын, себебі бұл шығарма арқылы сіз қазақтың көне өнері күй туралы жетік біле аласыз және күй аңызының құдіретін түсіне алатын боласыз.